Құрметті тыңдарман, сіз Жандос Құсайыновтың шығармашылық тақырыбындағы подкастын тыңдап отырсыз. Мұнда кино, театр, әдебиет, Instagram, YouTube, TikTok, блогерлік, жалпы өнер шығармашылық туралы айтылады. Баршаңызға сәлем, мен Жандос Құсайынов. Бұған дейін телеарнада қаншама жыл жұмыс істегенмін, сценаристпін, режиссермін, фильмдер түсірдім, сериалдар түсірдім, кітап жаздым, сценарий туралы курс жасадым. Енді міне подкаст жасап жатырмын. Подкасттың мақсаты шығармашылық туралы даму. Подкастқа қажетті тақырыптардың тізімдерін жасап жатырмын. Бұл енді еркін подкаст болады. Бұл жерге қонақтарды шақыруға болады. Әртүрлі саладағы, тек кино саласы емес, шығармашылыққа қатысы бар, мысалы музыка, театр, әдебиет, сурет өнері. Осыған қатысы, жалпы кино деген синкретті өнері болатын болса, сол киноға қатысты бүкіл өнер түрлеріне соның өкілдерін шақырып, солармен сұхбат құрамын. Осы табысты болу үшін, осы шығармашылықты пайдалана отырып, ақша табу, соның жолдары, қалай дамимыз. Мысалы біздің қазақ сегментінде, жалпы ютубта, блогингте қазақ тілді креаторлар өте аз. Неге? Өйткені біз көбінесе сенбейміз, өзімізге сенімсіздік жоқ, қорқамыз, жүрексінеміз, ұяламыз. Осы нәрселерді, осы тақырыптардың кілтін іздеу үшін, осының себеп салдарымен күресу деп те айтасыз ба, білмеймін, енді адамдармен сұхбат жүргіземін. Одан бөлек мен өзім жеке әртүрлі тақырыпта кейде кино талдау жасап кетуім мүмкін, кейде бір кейіпкерлерді талдаймыз, жіктейміз, не болмаса лайфхактардың тізімін жасауым мүмкін. Менің подкастым осы болады. Негізгі мақсаты шығармашылық даму. Мен осы тұрғыда енді кітап жаздым ғой, жақында ғана шығармашылықты қалай арттырамын деген қысқаша кітапша PDF форматтағы сатылымда жүріп жатыр. Сол кітапта мен айтқан нәрсе, бұл адамдардың шығармашылық бір іштерінде бір вулкан бар. Сол вулкан атылмайды. Адамдар тұмшалап жүреді өмір бақи. Ішінде бірдеңеге бір қажеттілік бар. Ана Тұрсынбектің бір әзілі бар еді, қазақтар бірдеңе істеу керек, бірдеңе істеу керек деп жүреді деп. Сол бірдеңе істеу керек дегеннің ар жағында бір іштегі бір потенциал ашылмай жатыр адамның. Біліп тұр, өзінің ішінде бір өнер бар. Ол жақсы сурет салу мүмкін, жақсы ән айту мүмкін, жақсы жазу мүмкін, жақсы түсіру мүмкін, күшті монтаж жасау мүмкін. Бірақ соны жасауға, соған бір жұмыс ұстанып кетуге өз-өзіне сенбейді, әлде бір жолын таппайды. Күнделікті ақша табудың, нан табудың артында жүреді адам. Содан кейін нақты өзі жақсы көретін, өзінің жанына жақын осы шығармашылықпен айналысуға жүрексінеді. Неге адам жүрексінеді? Өйткені бірінші нәрсе ол қорқақтық. Адам ішінде бір қорқыныш сезім болады, бәлкім менің қолымнан келмейді деп. Өйткені адам мысалы 200 мың теңгеге, 150 мың теңгеге айлыққа жұмыс істеу мүмкін. Енді сол айлықтан қазір қол үзіп қалсам аштан өлем деген қорқыныш, бұл бірінші кезекте тұрған қорқыныш. Бұндай қорқыныштың болуы заңдылығы, өйткені адам болғаннан кейін бізде сол өзімізде инстинкт самосохранение деген нәрсе бар. Бұған былай қарауға болады: егер сен жұмыс істеген кезде энергия аласың ба, энергия бересің ба? Егер сен энергияны көбірек беріп, жұмыстың соңында шаршап қалатын болсаң, және көңіл күйің болмайтын болса, онда бұл жұмыс сенің жүрегіңе жақын емес. Ал егер сен жұмыс істеген кезде энергия тасып, түнгі сағат 10-11-де де істей бересің, немесе сенбі күні таңертеңгісін тұрып жұмыс істейсің, жексенбі күні таңертең сол жұмысқа қарай кетіп бара жатасың. Осылай болса, онда демек сен өзің жақсы көретін істі жасап жүрсің. Жұмыс істеп жүріп, демалып жүрсің, демалып жүріп жұмыс істеп жүрсің. Осы екеуінің арасын жақсы байланыстыра алған адамның өмірде жол болған деп есептеймін. Осы адам шығармашылық айналысады. Енді шығармашылық деген тек қана кітап жазу, немесе музыка, ән салу емес қой. Шығармашылық бүкіл салада бар. Жалпы мына ғылыми жаңалықтардың көбі шығармашылық арқылы дамыған. Адамда шығармашылық ойлау қабілеті, мышление дейді, сол дамыған кезде ол креативті болады. Әртүрлі жұмыстың кілтін табады, қиын жұмыстарды жеңілдетеді. Сондықтан шығармашылық даму кез келген адамға керек. Кез келген адамға керек. Шығармашылық дамудың көрсеткіші, алғышарты бұл не? Адам өзі қолынан келетін істі дамыту және соны жақсарта беру. Сол іспен айналысу, соны жақсарту. Ол үшін адамға белгілі бір кезеңдерде бір дағды керек. Мысалы, шығармашылық дегеніміз бұл адамның бүкіл әлемге, айналаға бір беретін, қосатын үлесі. Мысалы, сіз жақсы сурет салатын болсаңыз, сол жақсы сурет арқылы қоғамға бір жақсылық қосасыз, үлесін қосасыз. Немесе жақсы жаза алатын болсаңыз, керемет әңгіме жазасыз, немесе күшті пост жазасыз ба, әлде бір рилс түсіресіз, сторис түсіресіз, сол арқылы адамдарға ықпал етесіз. Жақсы ойлауына, қандай да бір проблеманың шешімін табуға көмектесесіз. Сондықтан шығармашылық бүкіл жерде бар. Шығармашылық медицинада бар, шығармашылық полицияда бар, шығармашылық
құрылыста да бар. Мына құрылыстағы әдемі үйлерде шығармашылықтың себебінен туады. Өйткені архитектура ол да шығармашылық, әдемілік қой. Содан кейін шығармашылықтың тағы бір аспектісі бұл адамдардың өмірін жеңілдету керек. Адамдарды өмірге деген құлшынысын арттыру керек. Біз неге жақсы фильм көрген кезде кинотеатрдан шыққаннан кейін күшті өмір сүргіміз келіп кетеді. Сол кейіпкерлерге ұқсап проблеманы жеңгіміз келіп кетеді. Жақсы бір шешімдер қабылдап, міне қазір мен осы істей алмай жүрген бір керемет істі немесе тастай алмай жүрген жаман әдетімді тастаймын деп адам кинода мотивациялайды. Өйткені шығармашылық оған әсер етіп тұр. Шығармашылық бұл бүкіл салада бар және ол адамның өмірін жеңілдетеді. Бірінші мақсат. Егер шығармашылық сіздің өміріңізді ауырлатса, онда ол шығармашылық сіздікі емес, ол басқа. Демек, мысалы біз кино саласында жүргенде сценарий жазған кезде, режиссурада немесе түсірілім алаңында таңғы сағат 5-те тұрып, түнгі сағат 12-ге шейін жұмыс істеген кездерде әлбетте шаршаймыз ғой. Бірақ бұл шаршау басқа шаршау. Бұның артында бір керемет ләззат, эстетикалық бір ләззаттар болады. Ал енді адам бірдеңені істеп жүреді, бірақ сол істеген ісінен шаршайды, қосымша мотивациясы жоғалады. Рутин дейді ғой, кәдімгі рутинға кіреді, әйтеуір өтіп жатыр. Әйтеуір бірдеңені істеп жүр, не істеп жүргенін өзі білмейді. Міне осы нәрсе көп адамдарды қинайды. Осы нәрсе көп адамдардың былайша айтқанда өмірін құртады. Енді мен айтпаймын, бүкіл адам жаңағы наемный жұмыстан шығып, жеке тәуелсіз болып кетпесін деп, бәрібір енді біреулер такси айдау керек, біреулер даяшы болу керек, біреулер аула сыпыру керек деген сияқты. Ол әр адамның өзінің өмірге келгендегі бір нұсқаулығы болады ғой. Бірақ та менің оқырмандарымның арасында мен білем көп шығармашылыққа жақын, киноға қызығатын, әдебиетке сәл-пәл демей-ақ қояйық, бәлкім әдебиетке шынымен қызығатын адамдар болуы мүмкін. Менің оқырмандарым арасында жазып жүргендер де бар. Сондықтан осы подкасттың мақсаты шығармашылық тұрғыда даму. Бәлкім болашақта сіздердің араларыңыздан бір қонақтар маған келуі мүмкін. Енді маған Инстаграмға көп ұсыныстар келді ғой. Актерлардан алыңыз, режиссерлардан сұхбат алыңыз. Иә, олардың болашақта бола беруі мүмкін, бірақ мен бірінші кезекте маманнан сұхбат алам. Әртүрлі саланың маманнан, кастингтан болуы мүмкін, жақсы композитор, немесе бір жақсы оператор, қоюшы оператор, жарық қоюшы, дыбыс әрлеуші. Осындай адамдардан мен алғым келеді. Өйткені мамандар, бұлардың айтары бар. Мамандардың өздерінің көп адаммен бөлісе беретін құпиялары бар. Соны ашуға тырыссам деп ойлаймын. Және осындай лайфхактар, сіздердің шығармашылықтарыңызды арттырады. Тек қана киноға қатысты емес, Инстаграм жүргізу, YouTube жүргізу, TikTok жүргізу, жалпы адамның блог жүргізу қасиеті. Блог не үшін керек? Адамға блог шығармашылық тұрғыда даму үшін және үнемі формада болу үшін. Мысалы, актерлар театрда жұмыс істеген кезде олар үнемі репетицияда болады, үнемі оқиды, формада жүреді. Ал бұлайғы адам күнделікті блог жүргізіп, және оны монетизацияға айналдырса, сол блогының себебімен ақша табатын болса, тіпті керемет, супер болады. Мысалы, менің өзім осы блог жүргізу арқылы, Инстаграмда жүргізу арқылы, ютубта жүргізу арқылы кәсіби қабілетім біршама өсті деп ойлаймын. Және ақша табу қабілетім артты. Ал бұрын Инстаграм жүргізбей жүрген кезде, ютуб жүргізбей жүрген кезде мен кішкене ішімде бір комплекстер болатын, ұялатын немесе қорқатын. Мен осының бәрін жеңдім, мақсатты түрде, жүйелі түрде. Енді осыны адамдармен тегін өзім бөлісіп, өзімнің ойларымды айтқым келеді. Сондықтан менің осы подкастыма қош келдіңіз. Келесі подкасттарды қалдырмас үшін маған жазылыңыз, достарыңызға бөлісіңіз, содан кейін пікір жазыңыздар. Сәттілік.